Саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсың, апай. Көңіл-күйлерің қалай? Тамаша. Балалар, сендер білесіңдер ме, қазақтың ұлттық құндылықтары өте көп, өте бай. Ұлттық құндылықтары десе, біз қазақтың тілі есімізге түседі, қазақтың қошқар мүйіз, ойы есімізге түседі. Ал балалар, ұлттық құндылықтарының ішіндегі біз қазақтың ұлттық ойындарын кім біледі екен, балалар? Қандай ойындарды біледі екенсіңдер? Арқан тартыс, қол күрес, ат жарыс, қанталапай. Бес семші ойын. Жарайсыңдар, балалар. Сол ұлттық ойынның ішіндегі біз бүгін ойнайтынымыз қанталапай ойыны. Ал қанталапай ойынын қазір ойын шартын түсіндіріп берем. Келіңдер, мына шетке отырамыз. Қанталапай ойнаймыз, асықтарды жинаймыз. Кім жылдан болса бүгін, сол жеңімпаз болады. Балалар, біз бүгін сендерге қанталапай ойынның ойын шартымен түсіндіріп өтейін. Балалар, бұл қанталапай ойын тек ұлдар ғана ойнамай, қыздар да ойнайды екен, балалар? Балалар, ойын шартын сендерге түсіндіріп өтейін. Мына жерде бізде 10 асық болады. 10, 20, 50 асық болады. Соның ішінде 11-ші, 21-ші, 51-ші асық ерекше болады екен, балалар. Міне, оның түсі қызыл, көк түсті болады екен, балалар. Соның ішіндегі біз қызылды таңдаймыз. Бұл ерекше асықты не деп атаймыз, балалар? Хан асығы деп аталамыз, е? Талапай ау, талапай, табылды ойын, алақай. Ал енді балалар, хан асық кімге түсіпті? Майымға. Ал балалар, сендерге бүгін қанталапай ойыны ұнады ма? Әрине! Ой, жарайсыңдар. Керемет ойнадыңдар. Рахмет сендерге.